Сәлем баршаңызға. Дертке шипа арнасына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге тершеңдіктен құтылу және пайда болу жайлы ақпарат беріледі. Егер сізден тер бөлініп отырса немесе қалыпты түрде терлеп отырсаңыз, қорықпаңыз, себебі тер адам терісінде жүзеге асатын маңызды функция. Адам ағзасындағы артық сұйықтық тер болғандықтан оның сыртқа шығуы заңдылық. Алайда, денеміздің көзге көрінер жерлерінен тердің тым көп мөлшерде бөлінуі ыңғайсыздық тудырып жататыны бар. Тершең адамның бойынан тәулігіне 3 литрден 14 литрге дейін тер бөлініп шығуы мүмкін. Артық тердің шығуы жайсыздық қана емес, денсаулықта бір ақаудың бар екенін білдіреді. Адам бойынан дене еңбегі кезінде және тағам қабылдаған кезде тер шығуы мүмкін. Психогендік тер адам қуанғанда немесе мұңайып, жылағанда, уайымға салынғанда шығады. Мұндай сәттерде көбінесе алақан мен табан терлеуі мүмкін. Дене еңбегі кезінде, жаттығу жасағанда, спорт залдарында жаттығушының арқасы мен шаш арасы терлейді, ал тағам қабылдағанда, адамның ыстық тамақты қабылдауынан маңдайынан бұрқырап шығады. Алкоголь қабылдаған кезде де қызу адам көп мөлшерде терлейді. Қалыпты мөлшерде тердің шығуы ағза үшін пайдалы. Өйткені ол зат алмасу процесі болып табылады. Тер бүйректегі артық сұйықтықты сыртқа шығарып тазартады. Тердің құрамы 99% судан, 1% органикалық, кератин, амин қышқылдар, сүт қышқылдары, немесе органикалық емес, май, кальций, натрий, темір, цинк заттардан тұрады. Тершеңдік жүйке жүйесі зақымданған адамдарда жиі кездеседі. Олар эмоцияға берілгіш келгеннен кейін ағза әр эмоциялық толғанысы кезінде терді шығарып отырады. Бұған бей-жай қараған жақсы емес. Емханаларда тершеңдікті аурудың алғашқы белгісі санап, дәрігердің көмегіне жүгінетіндер аз емес. Тершеңдік қант диабеті, инфекциялық ауру, семіздік, жүрек-қан тамыр ауруларының ең алғашқы белгілері болып саналуы мүмкін. Қолтықтың терлеуі. Көп адам гипергидроздың, тершеңдік, қолтық және табанда болуынан зардап шегіп жатады. Себебі терлеген қолтық жағымсыз иіс шығарады. Қолтықтың терлеуіне көп жағдайда тар және синтетикалық киім себеп болады. Әрі бұл терлеу жыныс талғамайды. Әсіресе бозбала мен бойжеткен шақта жиі кездеседі. Балаларда байқалмайды. Қолтықтың терлеуі тұқым қуалаушылықтан да болады. Не істеу керек? Терлегеніңізді сезінсеңіз, душ қабылдауыңыз керек. Косметикалық дүкендерде сатылатын қолтыққа арналған дезодорантты 12 сағатта бір сеуіп отыруды ұмытпаңыз. Және әр кеште қолтықты жуғаннан кейін 1 шай қасық ас содасы мен 1 шай қасық тұзды 200 мл суда ертіп мақтамен қолтықты сүрту керек. Бұл қолтық гипергидрозын азайтады. Алақан мен табанның терлеуі. Алақан мен табанның терлеуін акрогидроз деп атайды. Жүйке және жүрек ауруына шалдыққан немесе араққа құмар жандардың алақаны мен табаны жиі терлейді. Эмоциясын іште сақтай алмайтын жандардың алақандары терлегіш келеді, сапасы нашар, аяққа тар аяқ киімдер де аяқты терлетіп, жағымсыз иістің шығуына себепші болады. Не істеу керек? Терлегенің сезілсе, алақан арасын ашып отыруыңыз керек. Дұрысы, қолды сабынмен жиі жуу. Аяқ киім таңдауда оны сапасы мен аяққа сыйымдылығын басты назарда ұстау қажет. Тершеңдікті емдеу. Тершеңдіктен зардап шеккендерді емдеу ұзақ процесс, әрі одан құлан таза айығып кету мүмкін емес. Бастысы, себебін анықтап гипергидрозды жоюға күш салу керек. Дәріханалар мен косметикалық дүкендерде бұған түрлі өнімдер бар. Алайда оның бәрінің әсері қағазында жазылғанда емес. Тершеңдікті басу үшін құрамында валериан, бромид, бехтерек микстурасы бар препараттар ұсынылады. Шатыраш, шалфей, тұнбасымен жуынуда тершеңдіктен құтылуға көмектеседі. Гипергидрозы асқынған адамдар арнайы терапиялық процедуралар арқылы оны бәсеңдетуге тырысу керек. Дезодоранттар парфюмериялық өндірісте кең шығарылатын өнім. Ол тершеңдіктен емес, жағымсыз иістен құтылуға көмек береді. Ал тер бөлінуді азайту үшін антиперспирантты пайдаланған жөн.
Құрамында формальдегиді бар арнайы дәрі-дәрмектің де көмегі тиіп қалады. Жеке бастың гигиенасын сақтап, спортпен шұғылдану, салауатты өмір салтын ұстау ең тиімді, бар аурудың алдын алатын әдіс. Қолтықта тер бөлетін тер бездері орналасқан. Егер күтім дұрыс жасалмаса, уақытылы тазалық жүргізілмесе, онда қолтық түрлі дертке шалдығады. Өздеріңіз білетіндей, қолтықта түк өседі, терлейді. Егер дұрыс күтім жасалмаса, жағымсыз иіс шығады, басқа да жайсыздықтар орын алады. Десе де қолтықтағы кейбір проблемалар денсаулығыңыз жайлы айталады. Мәселен, қолтықтың терлеуі, мұны медицина тілінде гипергидроз деп атайды. Қолтықтың терлеуі мезгілге де, уақытқа да, тіпті жасқа да қарамайды. Кейде аптап ыстықта жұмыс істегендерде байқалмайтын тер, қара көлеңкеде отырғандарда көрініс береді. Бұл адамды ыңғайсыз жағдайға келеді. Оны жасыру үшін денесіне қонымсыз киім киеді немесе терді көрсетпейтін қою түсті киімді таңдайды. Қолтықтың терлеуі жұқпалы болады. Сондықтан да біреудің киімін киюден мейлінше сақ болыңыз. Қанша дезодорант қолдансаңыз да тершеңдігі басылмай, соңы жағымсыз иіске ұласып жатса, онда сізге шындап ойлану керек. Демек, қолтықтың терлеуі қандай да бір аурудың белгісі екені анық. Медицина мамандары инфекциялық ауру екені алға тартады. Олардың мәліметіне қарағанда, қолтықтың терлеуіне артық салмақ, дұрыс тамақтанбау, стресс, эндокриндік аурулар, қанша без, қант диабеті, тамыр аурулары, қатерсіздік, дәріге тәуелдік себеп болады екен. Ендеше қолтықтың терлеуін емдеуден алдын нақты себебін анықтап алыңыз. Қажетті тексерілуден өтіп, қажетті ем шараларын жүргізіңіз. Сонда өміріңізге қауіп тудыруы мүмкін дерттің алдын аласыз. Міне, құрметті оқырмандар, біршама ақпарат берілді. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.